Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге уақытымды дұрыс үнемдей отырып табысқа жетудің сырларымен бөлісетін боламын. Жүріңіздер. Ол актриса, биші, тігінші, кәсіпкер, тамаша асаба, аяулы жар, ардақты ана. Жан-жақты жұмыстарым көп болғанымен, енді ең бірінші кезекте балаларымның анасы екенімді және келін екенімді ұмытпауым керек. Алина, тамағыңды іше қойшам. Сабағың қалай болды бүгін? Қызым, мен қазір жұмысқа кетем. Сен ата мен әжені жақсылап, айтқанын тыңдап, сабағыңды дайында, иә? Тігін студия мен би студиясы екеуі үйімнің жанында болғандықтан бірінші соларға соғам. Көріп тексеріп болғаннан кейін міндетті түрде сән салонымыз бар. Сол жерге барып, олардың да жағдайын жұмысының қадағалауға тырысамын. Қазір сол жаққа шығып бара жатырмын. Қалайсыздар, қыздар? Өзімнің анам тігінші. Бұлай өзім тігін жағынан оқыған емеспін. Анамнан көргенін үйде өзім үшін ғана тігетімін. Мен енді күйеуге шыққан кезде анам осы тігін машинкасын жасауыма қосып берген. Сонымен күйеуге шыққаннан кейін уақытым көп, жайлап өзіме тіге бастадым. Гүлшараттың бір уақытта бес кәсіпті игеріп табысты болуының құпиясы, ол әрбір ісін бастапқыда өзі жасап көріп, қиындығын меңгерген кезде ғана көмекші қыздарына тапсырып, келесі істі бастап кетеді екен. Қызығушылығым, екінші жағынан бұл менің табыс көзім десем де болады. Өйткені қазіргі уақытта менде шабыт тобында 30 биші қызым бар. Солар арқалы біраз табысқа жетіп отырмын десем де болады. Музыкалық училищеде оқып жүрген кезде де би жағынан өз деңгейін көрсетіп қалған қыз бала өсіп келе жатқанда ел ауыстырып, бір жерге келіп, я үй жоқ, я таныс жоқ, ешқандай туысқан жоқ, басқа елде, басқа жерде жүрген бұл маған өте ауыр болды. Өйткені өзіміз 7 бала болдық, отбасымызда 3 қыз, 4 ұл. 4 ұлдың қайтыс болуына байланысты біз көшуіміз керек. Өйткені әрбір адам 4 ұлынан айырылған кезде бұл деген дұшпаныңа да тілемейтін жағдай ғой. Шын айтсам, бұл жайында әңгіме айту маған қазір жылдар өтсе де қиын. Сондықтан бәрі ойлайды, бұл оңай ғана жеткен екен деп, жоқ, олай емес. Үй жоқтықтың, пәтерден пәтерге жалдап жүрудің, көшеде қонудың, қалай нан табудың не екенін жақсы білеміз. Кезінде мен де біреудің үйінде жұмыс істеген, біреудің баласын да баққан, мысалы қазір айтсам сенбейді. Сенің балдарың сондайды көрмесін. Ол күнге қайтып бармау үшін сен бәрін істейсің. Міне, осы жерде біздің шоурумымыз орналасқан. Шабыт тігін шеберханасының барлық дүниелері, тігілген өнімдері осы жерде. Тиянақты жоспар болса, мынандай уақытта мынаған жұмсаймын, мынаған уақытта мынаған жұмсаймын деген сияқты, сол жоспар бойынша жүріп отырсаңыз, барлығына үлгеруге болады.